Баршаңызға сәлем достар, біз қазір Алихан екеуміз далаға прогулкаға шығайын деп жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің қазір көшемізде ремонт жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Және де біздің Чанган атты жаңа машинамыз, қытайша жазу әлі кетпеген. Мінекей осы жол тасыда ар жақты садик бар тұғын, мектеп бар тұғын. Сол садикпен көп ата-аналар коляскамен баратын тас жолда талай коляскасында, Аллаға шүкір, қазір барлығы қолға алынды, жол жасалынды. Бұны айтып отырған себебім осы жолдың төселуіне бір әйел себепші болды, және де ол әйел мен үшін үлкен мотиватор атанды. Проблема бар екенін көрді, өтінім хат жазды акиматқа, тұрғындардан қол жинады ремонтқа, аяқ қолы бар, жүгірді, талпынды. Нәтижесінде біз осындай керемет жолға қол жеткізіп отырмыз. Тұлғалық даму туралы қозғағым келген негізі. Биылғы жыл мен үшін жемісті болды, өйткені ниетті солай қойдым. Алланың қалауымен осы жылды жетістіктерге толтырамын деген ниет болды менде. Енді Аллаға шүкір, сол ниетіме қазіргі таңда жайлап жетудемін. Өйткені биыл біздің жетістігіміз аз болған жоқ. Алдыңғы жылдан қарағанда, мен өзіммен салыстырғанда, алдыңғы жылғыдан жетістіктер әлде қайда көп. Оларға қалай жетіп жатырмын, қандай ниет қойдым, сол туралы айтып бергім келген. Ең алдымен өміріңізге өзгеріс енгізу үшін сізден басқа оны ешкім жасамайтынын ұғыну керек. Күйеуіңіз, ата-анаңыз, балаңыз ешкім өзгеріс енгізбейді, өзіңіз қимылдамасаңыз. Ол бірінші жарайды. Өзімнен басқа өзімді жетістікке жеткізетін ешкім жоқ деп алдық, иә? Алланың қалауымен, тек қана бір Алланың қолдауымен. Енді келесі кезекте біз бірден сыртқы осы әлемге кетіп қалмаймыз. Бірінші кезекте мына ішкі, өзіміздің ішімізде не болып жатыр, соны бірінші жақсылап порядыққа келтіріп аламыз да, ретке келтіріп аламыз. Кімге ашулымыз, кімді көре алмай жатырмыз, кімге біздің ақымыз қалып кетті, осыны барлығын жақсылап саралап. Сосын Инстаграмда ішімізді аштып, бірінде көрілмейтін состоянияға жеткізіп жатқан блогерлер болсын, адам болсын, отписка. Просто отписаться етіп, жанымызда тыныштық болу керек. Бірінші кезекте жанымызда тыныштық болу керек. О, маркет. Қазір на маркет ішіне бір кіріп шыға қойын. О, таптым, маған ол керек. Құдай қаласа күтіңіздер, менде жаңа рецептті видео шығады. Творожный сырды обычно осыны алатын едім, бірақ бағасы қанша? 100. Да, онда осыны алам. Онда осыны алам. Мінекей бізде осындай пайда болды. Және бізге вареный сгущенка керек. На 3 желания, ойбай, сгущенкасын бір жер көріп тұрмын. Молоко, цельное, сгущенное, вареное, с сахаром, все в одном. Ну, давай алып көрейік. Бірінші алып көрейік. Если ұнаса, бұндай табу қиын болады, бірақ ничего, осыны ала береміз. Және маған май керек. Кассаға барып, заттарымды төлеп болғаннан соң Алиханды іздеп жүрсем, Алихан жұмыртқаның жанындағы плакатты құлатып алып, қайтып орнына қоя алмай отыр екен. Адамдар болады да, кешірім сұрайын десем, өзі ғой, өзі дейтін, дамайын дейтін адамға өзі ғой, өзі еді деген сөз жоқ негізі. Мен деген сөз бар да, Алланың қалауымен. Мен сен ренжіткен болсам, сен мені кешір, хақың болса кешір. Ақыретте бір адам саған қастандық жасады, сен не істедің? Мақұл, адам не істесе, оны істесін. Сенің какие были твои действия деген сұрақ қойылады да. Әркім ақыретте өзі үшін жауап береді. Ол маған қасарсы, мен де оған қасарсын десен, уже минусқа кетіп тұрсың да. Ол маған жамандық жасады, мен оған 2 есе жамандық қылып қайтардым десен, 2 есе минусқа кетуі мүмкін да. Сол себепті ол маған қастандық жасап еді, бірақ мен оны Алла разылығы үшін кешірген едім дейтін болсан, уже плюс, уже ақыретте де жоғарлай түсесің, бұл өмірде де жоғарлай түсесің. Жеңілген сияқты болып көрінесің, бірақ на самом деле ты победитель. Осылайша Алихан екеуміз кешкі серуеннен үйге қайттық. Мына жерде енді пауза. Бисмилля, Алихан айтып қақшы бересің. Биыл мен өмірімде өте көп өзгерістер болды. Мен 23 жасқа толған кезде мен өз-өзіме уәде бердім. Бұл туралы толығырақ басқа видеода айтуға тырысам. 23 жасымда мен бірнеше жетістіктерге жетуім керек деген уәде өз-өзіме берілді. Ол орындалып жатыр Алланың қалауымен. Аллаға шүкір. Биыл біз машина айдаушымен право алдым, оқып алдым. Сен ПДД тесттерінен өтесің деген видео шықты менің каналымда, соны қарап алсаңыздар болады. ПДД тестінен өтуге өте көп көмегін тигізеді. Мені каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Правоны алдым. Оқып жүріп, практикасын үйреніп жүріп, кітаптар оқып бастадым.
қолым босады, жетті. Абылай Кенжалының кітабын оқып бастап жатырмын. Исламдағы тұлғалық даму. Мінекей осы кітап. Маған бұл кітаптың ең ұнайтын жері аяттар мен хадистерді қиыстыра отыра мысал келтіреді ғой. Тұлғалық даму дегеніміз не? Қалай адам дамыса өседі? Қандай қабілеттерін қолдана алу керек? Мінекей. Адам ниетіне байланысты іс-әрекет етеді. Машина алдық, жаңадан машина алдық, бізді құттықтап қойсаңыздар болады, Аллаға шүкір. Және де ниетім даму болды да менің. Алла тағалаға мыңда бір шүкір, дамуыма, осы ниетіме байланысты дамуды нәсіп етіп жатыр. Жұмыс орнымда лауазымым көтерілді. Және де жұмысым Аллаға шүкір жақсы жүріп. Сол себепті бірінші кезекте осы қазіргі айтатын методикам ол өзіңізден бастаңыз. Анау сондай, мынау мынандай, анау өзі маған тиісті, анау өзі мен ренжітті деген нәрсенің барлығын тоқтату керек. Өзіміз, біз кімді ренжіттік? Кешірім сұраймыз. Кімге қарызбыз? 5-10 теңге бермей жүрген, сұрамаса да барып, мен саған қарыз едім ғой деп береміз. Уәде бердік па, орындаймыз. Ешкіммен ұрыспаймыз, таласпаймыз, қырғызбаймыз. Өзіміздің ішімізден бастау. Әйел адам 5 бизнесім бар, 6 магистрлік дипломым бар деп тұрып, іші үлей-дүлей апалам топалам болатса, менде қырылысқан, менде сондай бір әйел болатын болса, ішкі дүниесі тыныш емес әйел болатын болса, бүкіл дипломнан не пайда болып тұр ғой? Бүкіл дипломнан, бүкіл жетістігінен не пайда, егер сен ішкі дүниен тыныш болмаса? Сол себепті бірінші ішкі дүние жақсы болу керек. Кешір, жеңіл сөзініңіз керек те, ешқандай ауырлық тұрмау керек. Көре алмай, ішіне бітіп, біреуге айта алмай жүрген сөзіңді ішіне сақтап жоқ керек емес. Әңгіме арқылы бүкіл проблеманы шешіп алуға болады. Бір сөзге келе алмай жүрсің ба? Бір келісімге келе алмай жүрсіз бе? Барасыз ол адамға, айтасыз. Өткенде сен былай деп едің, менің көңіліме қатты тиіп кетті. Мен өткенде амандасқан едім, сен менімен амандаспадың, менің көңіліме бұл қатты тиіп кетті десең, анау адам айтады да, менің көзім минус қой деп айтады мысалға. Минус па деген сияқты, мына бір әңгіме арқылы көңілді былай кішкене сейіт алуға болады да негізінен. Адам өзін жеңіл сезінеді. Әңгіме арқылы кез келген шаруа шешіледі. Сол себепті ештеңке сақтамаймыз. Обида, мысалға, біреуге реніш, көре алмаушылық, ондай нәрсе ештеңке сақтамаймыз. Біреуде хақымыз қалып кетсе, барамыз да айтамыз. Сен маған сөйттің, бүйттің деп ұрысу мақсатында емес. Кәдімгідей әшейін жоқ, мен ұрысайын деген ойым жоқ, просто кішкене талқылап шешіп алсам деп едім. Былай істеген дұрыс па, былай жасаған дұрыс па деген сияқты сұрақ қойып, ара жігін шешіп алсаңыздар болады. Ары қарай ата-анамен қарым-қатынасты дұрыстап, туған туыстармен қайтадан байланысты үзбей, нығайтып, өзіміз ренжіткен адамдарды барып кешіріп, ақымыз қалып кеткен адамдармен барып әңгіме айтып, оның нәтижесін шешіп алып, ары қарай уже сыртқы әлемге шыға берсек болады. Мен практикамды дәл осылай жасадым, Аллаға шүкір. Барлығы жақсы. Сыртқа шыққаннан соң ол әңгімені енді кейін жалғастырамыз. Бүгінше осы. Баршаларыңыздың назарларыңызға өте көп рахмет. Сіздердің әрбір қаралымдарыңыз, әрбір комментарияларыңыз, лайктарыңыз мен үшін өте маңызды. Баршаларыңыз Алланың назарында, бақыттың базарында күліп, шалқып өмір сүре беріңіздер.